Енді қалай ойлайсыз, бұл қаншалықты жаңартылған, өзіңізге сауал, жаңартылған бағдарламамен әзірленген оқу бағдарламасы сапасы қандай? Мен жалпы жаңартылған бағдарламаны екі қолымды көтеріп қолдайтын маманның бірімін. Мен өте жаныма жақын, өте жеңіл, өте сондай қызығушылықпен қабылдаймын. Енді бұл жаңағындай мына кісінің адам шошитын деген тіркесін өзін қолданудың өзі бір несі, ондай дүние көріп тұрған жоқпын мен. 10 жылдың ішінде бізде қанша ұрпақ кетеді осы? Жоқ, осымен. Қанша адам сауатсыз болып кетеді осы? Міне, бізде мысалы қалыптасып қалыпты жаңа. Сіздіңше сонда біз осылай оқыта беруіміз керек қой ұрпақты? Оқыта берген бұл түзеледі ғой. Бұнда болған дейін жаңағы министр де айтты ғой. Біз бұл оқулықты жариялағанға дейін 6 ай ол сайтта тұрды ғой. Сол кезде неге айтпадыңыздар? 500-ден астам жыл сайын оқулықтарды дайындап отырмыз. Мұғалім қатысып отыр. Да енді оны сайтта көрсетіп, елге оны көрсетеміз. Ол сайтта 6 ай тұр. Сонда қарамайсыңдар ма? Сол сайтта 6 ай тұр. Қарамайсыңдар. Келгенге дейін біз қанша ұрпақты осылай тәрбиелеуіміз керек? Осылай сауатсыз оқытуымыз керек? Бұл мен былай ойлаймын да, бұл бір осындай жарайды қателігі, стилистикалық қателіктерге біз ол сабақ барысында ол бір керемет бір ескерілетін нәрсе деп айтамын. Бұл жердегі тапсырма мәтінді оқыңдар деп. Оқыңдар дейді, оқып шығады жаңағындай. Жақсы, рахмет. Жұмабала ханым, осындай мәтінді оқыған бала қалай сауатты болады? Сауатты болады деп ойлайсыз ба? Әрине, біз қазақ тілінің грамматикасын өзін не үшін оқимыз? Балалардың кішкентай кезінен бастап тілге деген сауаттылығын қалыптастыру үшін оқимыз. Егер жаңағы оқытып жатқан мәтіндердің ішінен мына оқушылар үшін бұл кереметтей айнымас бір киелі зат. Олар осының ішінде не кездессе, соны сол қалпында қабылдайды. Кей жағдайда айтады, сіз білмейсіз, мына кітапта солай жазылған ғой деп айтады олар. Сондықтан мына кітапта кеткен олқылықтар қайталанбауы керек. Осы кітапта кеткен олқылықтардан барып, балалардың өмірге деген көзқарасы, мына тілдік материалға деген көзқарасы және соны қабылдауы қалыптасады. Ал енді оның барлығын дұрыс өз мәнінде кішкентай кезінен бастап қабылдамағаннан кейін, ол жүре түзеледі енді. Бірақ соғанға шейін қаншама ағым, қаншама біздің ұрпағымыз соны оқып өтеді. Иә, дүбәра болып өтеді. Мына оқулық тозып, оны қайтадан басып шығарғанға шейін. Енді біз жаңа бір 3 қана мәтінді беріп тұрмыз. 3 қана мәтінді көзімізге ілінген бірінші беттерден алынған 3 қана бір мәтіннен міне қаншама қате кетіп тұр. Бұл қазақ тіліне жасалып жатқан қастандық емес пе, қалай ойлайсыз? Әрине қиянат. Ол қиянат, қазақ тіліне жасалып жатқан қиянат. Тіл болғаннан кейін математика пәнінде қате кетсе, есептердің берілуінен, география пәнінде қате кетсе, тарихта қате кетіп жатса, оны кешіруге болады, бірақ қазақ тілінің грамматикасында қате кетіп жатқанын кешіруге болмайды. Сол сайтта 6 ай тұр. Қарамайсың.